Украинаның түрлі бөлгелерінден вышиванкалар сергісі этно-шоу халық тақымларының концерті. Варшавада Украин этнофестивалі олып кечті анда бізі мұхберлері мазды бұлынды. Тәфсилатлы же невбетті келев хамызда. Украинаның түрлі бөлгелерінден вышиванкалар, әл-япма фестанлар ве несель-неселден кечкен рушныклер. Бұтын бұлар Варшаваның бір залында топланылды. Урбаларының чоқысы 1947 сенесі украинлерінің Полониядан мечбури сүргін етілмесінден сон сақланып қалды. Це, що залишилося в деяких хатах після акції Вісла. Бу Висла операциясындан сон базы evlerde қалған шейлер. Базы вышиванкалар бір заманлары мемлекет тышына чықарылған еді. Бір шейлер енді қайтарылды. Бу біздің ватанымызны хатırlatқан шейлер. Мені імпонує те, що люди зберегли, незважаючи на важку долю. Адамлар ағыр тақдерлеріне бақмадан, сүргін етілгенлеріне бақмадан олар бу вышиванкаларны сақлап қалды ве неселден неселге қиметлі бір шей кебі бергенлеріні бегенем. Милли Украин урбалары садыже манекенлер устунды насыл олғаныны көстермемек için тешкелетчилар этно-шоу азарлады. Зеречилер арасында леклер, украинлер. Були здивовані, що існували такі гарні вишивки. Бу кебе дульбер вышиванкаларны көріп айретте қалдық. Пек дульбер әл ишлері. Яхшыке бу хазинені келечек несель için бір кемсе сақлап қалды. Балаларыма урф әдетлерні ве медениетні көстермеге істейім. Спідниці гарні. Фестанлар дульбер, чечеклернен, олғанлары ажайып. Комшу залында халық ерларыны ешітмек мүмкін. Санада есе милли урбаларыны күйген артистлер Украин ойынларыны ойнағаныны көрмек мүмкін. Залда бош ер yok. Концертны бақмақ үшін базы мұсаферлер турмаға да азыр олды. Надзвичайно вражена. Айретте қалдым, дүйгулар пек чоқ. Uzaqtan келдім, амма асла пешман олмадым. Бұтын бұ урбадаки орнеклер урба көстерілмесі концерт пек тесірлі олды. Бұ пек бұйық иштір. Украин этнофестивалі Варшавада ilk сефер кечірілді. Приїдь, мій миленький, настелюття подушок. Юрий Банахевич, Игорь Антонюк, Халисе Зенедин, UATV.